басқасын білмейді екен, мен мұны қазақша сөйлеп қазақша жүргізетін. Бұйырса алдағы уақытта негізі көп болады деген ойдамын. Себебі ASMR керек нәрсе, маған керек. 5-6 жылдан бері ол басқаларға да көмектеседі деп ойлаймын. Маған көмектескен нәрсе басқаларға да пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Біреулер ойлауы мүмкін, ой, ASMR-ден басқа нәрсе таппадың ба, жүргізеді, былшылдап деген сияқты. Жоқ, мен өзім білемін, ол нәрсе қалай мені расслабляться етеді, тілім бұралып кетті ғой, қалай мені тыныштандырады, қалай мені ұйықтауға көмектеседі. Мен қалай телефонды просто өшіріп қасыма қоямын, мен ұйықтай алмаймын. Ол кезде сенесіздер ме, вообще жатамын бақырайып, бар нәрсе ойлап жатамын. Қалай ASMR-ды қосамын, телефонды қоямын, может кетіп қаламын. Мені соншалық тыныштандыра алады ASMR, басқаларға да солай көмектеседі деп ойлаймын. Сол үшін де маған ол мотивация да. Сіздер мотивациясыздар, маған әрбір тіркеліп жатқан подписчиктер маған лайк басып жатқан, комментарийді мынандай түсіріңізші деп отырған кісілер. Мен ол кісілердің айтқандарын барынша түсіруге тырысамын. Мүмкіндігім келіп жатырғанша түсіруге тырысып та жүремін. Солай менің ASMR-ге келу тарихым осылай. Жалпы сол ауылға келіп, баяғы бала кездерімізді еске алып, анаммен, қазір әкем үйде жоқ, әкем қыдырып кеткен. Сол әкем кетіп қалғаны үшін бір аптаға мамам жалғыз қалмасын деп мен келдім да. Мамам екеуміз күштілеп жай ішіп әңгіме айтамыз, папам